Ал 9 қазан дүниежүзілік пошта күні. Бұл датаны Біріккен ұлттар ұйымы елдері жүйелі түрде атап өтеді. Әлемдік дәрежеде 1874 жылдан бастап тойланып келсе, елімізде Қазпошта акционерлік қоғамы биыл 22 жылдығын атап өтпек. Қазпошта акционерлік қоғамының Солтүстік Қазақстан облыстық филиалында 1671 қызметкер еңбек етеді. Пошташылардың машақатты жұмысы түрлі баспаларды жеке-жеке қолмен сұрыптаудан көрініс табады. Гүлзабира Еңсегенова өмірінің 34 жылын пошта қызметіне арнаған. Бүгінде ол сұрыптау учаскесінде еңбек етеді. На почте я работаю 33. Мен пошта қызметінде 1982 жылдан бастап жұмыс істеп келем. Дүниежүзілік пошта күнінде осы сала мамандарын құттықтағым келеді. Омбы облысының тумасы Гүлзабира Мағжанқызы адал еңбегінің арқасында 2010 жылы құрметті байланыс атағын иеленген. Ал Тамара Кузнецова да 32 жылдан бері үйде-үйге хат пен газет журнал тасып, ерен еңбегі сіңген. Сразу пришла почтальоном. Мен мұнда пошташы болып келдім. Алғашында бірінші байланыс бөлімшесінде қызмет істеді, қазір осында ауыстырды. Пошташының жұмысы қиын, өйткені подъездерге ену қазір қиындап кетті. Барлық жерде домофон орнатылған, арнайы қоңыраулар жоқ. Біраз күш пен жігер талап ететін бұл мамандық иелері әрқашанда құрмет пен қошеметке лайық, тек еңбекті бағалай білсек болғаны. Самат Сапаралы, Жасұлан Бектен, Юрий Исқақов, ақпарат.